Бәріңе сәлем достар, бұл Лео KZ YouTube арнасы. Сендермен бірге Лео видеоны атым көргендегіндей бүгін менің ойын бөлмеме шолу жасайтын боламыз. Соңғы шолу қанша осыдан 3-4 жыл бұрын болды. Ол уақыттан бері көптеген девайстар алмасты. Видеоға лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, ал біз видеоны бастаймыз. Бірінші қабырғадан бастайық. Бөлмедегі мынау із не екенін білесіңдер ме? Кезінде стримда бір демеушіміз бар еді, сол іздерін қалдырып кеткен. Өкініштісі тек бір ай ғана жұмыс жасады. Әрмен қарай, қабырғада не бар? Бізде плакаттар, бұл Paragon Events деген студияда мен комментатор болып жұмыс жасаймын. Солардың берген заттары, қазір бірнеше заттары бар, видеода барлығын көрсетемін. Мына суреттердің барлығы негізі жасанды интеллектпен жасаған. Мынау карта, негізі бұл Counter-Strike'та жоқ, Valorant'тың бір картасына ұқсайды, бірақ бұндай карта негізі ойында жоқ. Жасанды интеллект ойдан құрап шығара салған. Келесі бізде неоновая вывеска. Көбісі Go Sushi ма деп айтады. Жоқ, бұл Go Sushi емес. Бұл Gosu. Оның мағынасын не деп сұрасаңдар, Gosu корей тілінен аударған кезде ол мастер, профессионал, сондай скиллді ойыншы деп аударылады. Ал кім скиллді ойыншы деп сұрасаңдар, ол мына жігіт. Келесі бізде мүлдем қолданылмайтын, жай ғана артта тұратын зат, ол мынау лампа. Оны да Paragon Event студиясы берген. Енді девайстарға көшейік. Ең бірінші ол бізде ойын креслосы DX Racer. Бұл креслоны мен компьютерді сатып алған кезде бірге сатып алған едім, естеріңізде болса. Кожасы эко-кожа, деңгейі түсіріледі, көтеріледі, шалқаят, как обычно, да. 150 килограммға дейін көтереді, так что қасым смело отыра берсең болады. Бұл креслоның бір ғана минусы бар, денені түзу ұстамайды. Сол себептен мен широ сияқты артыма осылай жастықты қойып ойнап отырамын. Және достар менің кеңес берді, офисте сеткалы креслоға отырсаң, денең түзу болады дейді, және сондай креслоны мен сатып алдым. Бұл Thunder X3 ойын креслосы. Шындап келгенде бұл креслоны маған Aerocool компаниясы сыйлыққа берді. Бірінші кезекте ашпаковка жасап, креслоны жинадым. Иә, боғауызсыз өзімде таңғалдым. Арасында тіпті жонглировать етіп те қойдым. Бұл кресло Counter-Strike 2-де көбірек уақыт өткізетін адамдар үшін арналған секілді. Себебі 1-5 ситуациясында қалғанда көтенің терлемейді. 125 килограммға дейін көтереді, так что қасым басқа варианттарды көре бересің ау. Арқаңыз демалыста жүргендей сезінсін десеңіз, Aerocool компаниясынан Thunder X3 сізге көмектеседі. Естеріңізде болсын, креслолар көп, арқа біреу. Тапсырыс беру үшін видеоның сипаттамасындағы сілтемемен өтіңіз. Келесі бізде рукава. Бұл өте қажетті дүние. Әсіресе қолы терлейтін адамдарға, мен сияқты киесің, қолың терлемейді. Сол кезде мышкамен ковриктің үстінде сырытқан кезде әдемі сырғиды. Сен Counter-Strike ойнайсың ба? Мұнда менде бұндайдың бірнешеуі бар. Саған қазір біреуін сыйлайын. Рукава. Жап жаңа кимегем тіпті. Сен размеріңе дәл келетін сияқты. Келесі бізде микрофон Shure SM7B. Бұл өте танымал микрофон. Көптеген подкасттарда, студияларда, радиостанцияларда дәл осыны қолданады. Және бір қызықты факт, бұл микрофонмен кезінде Майкл Джексон Billie Jean деген әуенін жазған. Енді осымен жазған деп айтпаймын, бұрынғы нұсқасымен жазған. Келесі бізде микрофонды ұстайтын пантограф. Бұл Maono деген компаниядан. Аса бір қатты айтатын нәрсе жоқ, негізі берік, қалың, богатый көрінеді. Кейбір пантографтар бір ілмейіп қалған микрофонды әрең ұстайды. Shure бізде сәл ауырлау микрофон, сол себептен берік пантографты алғандарыңыз дұрыс. Келесі девайс бұл бізде мышка. Әлемге әйгілі Logitech G Pro X Superlight 2. Бұны таныстырмаса да болатын шығар. Бұл мышканы маған бір подписчик сыйлады. Бір подписчик дегенде қалай менің YouTube арнамның аватарын және шапкасын жасаған жігіт осыны маған сыйлаған болатын. Үлкен рахмет тағы да бір рет. Келесі зат ол бізде ойын кілемшесі, коврик. Бұл менде армандап жүрген ковриктардың бірі. Zowie GSR SE деп аталады. Бірақ бұл менің ойлағанымдай коврик болып шыққан жоқ. Өйткені ковриктар бізде қалыңдық бойынша бөлінеді. 3 мм, 3,5, 4, 5, 6 деген сияқты. Мен 3,5 мм негізі тапсырғанмын. Екеуін возврат жасаған, мұнда үшіншісі келді. Бұл 3,5 мм емес, қараңыздаршы, қалыңдығын. Үлкен. Бұл 6 мм. Бұның минусы былай басқан кезде ішке кіріп кетеді коврик. Және ол ковриктің тегіс болмай қалады алдағы уақытта. Көбінесе бұндай коврикті негізі сурет салатындар, компьютерде отырып, басқа да жұмыс жасайтындарға арналған, бірақ ойынға арналмаған. Бұны сатып алғаннан кейін менің
input лагым сәл кетті, негізі мышка жақсы сырғанайтын болды, дегенмен де жаңа болғандықтан және менің статистикам өте жақсы болды. Faceit осы коврикті сатып алғаннан кейін міне соңғы ойындардың барлығы менде плюс кірді, тек бір ғана матч 16-ға 17 міне кірді. Бір ғана килл жетпей қалды бір кдға жету үшін. Ойыны менде 100% өсті. Келесі девайс бұл бізде клавиатура Varimilo VM87 деп аталады. Негізі түріне қарап алғанмын. Бұл жерде әдемі кейкап бар. Бұл Faceit'тің логотипімен мінекей Escape батырмасында. Бұл кейкапты маған Faceit'тің администраторлары PGL Астанада жолыққан кезде маған сыйлыққа берген болатын. Бұндай кейкап негізі әлемде өте сирек кездеседі. Сразу айтайын, бұл Counter-Strike'қа арналған әдемі клавиатура деп айта алмаймын. Switch бұл жерде айттым ғой, розовый түсте деп. Бұл механикалық клавиатура. Негізі негізі бәрібір. Ол мен бірағына механика басқан кездегі арасындағы жылдамдық 1 миллисекунд деп жазады ғой, сен оны адам болып оны сезе алмайсың негізінде. Бірақ дегенмен де енді біз сияқты обычный игроктар оны сезбейді, мүмкін киберспортсмендер сезіп те қалатын шығар. Мысалы, мына дыбыс естілмейді қол биткен кезде, бірақ оны шыбындар естиді ғой. Сол сияқты нәрсе ғой. Келесі девайс менде бұл ойын мониторы, жақында сатып алдым. Бұның видеосы біздің YouTube арнамызға шыққан еді. Бұл BenQ XL2566X Plus деп аталады. 400 Гц, 24-1 дюйм диагоналы. Басында осыны сатып алған сәтте көзге үйреншікті болмады, өйткені рамкалар үлкен болды да маған. Менің бұрынғы мониторым мынау, Asus-тікі. Бұның рамкасы почти жоқ. Ал бірақ уақыт өте келе, қазір мынау менің көзіме әдем болып көрінеді да. Рамкасы аз монитор, уже олай. Бразер, кронштейнде тұр, және мониторды басқаратын мынандай пульті бар. Оны видеода да айтып кеткенбіз. Осы пультті басып, мына жерде өзіңе міне ыңғайлы сетапты орнатып алсаң болады. Кино қарауға, ойын ойнауға, тағысын тағы. Менде ойынға арналған осындай FPS 1 деп осы режимді қолданам, және Diac менде премиум деп аталады. Бұл экшен ойынға керемет көмектеседі. Егер білмейтіндер болса, жалпы интернеттен іздеп қарап алсаңдар болады. Не ол деп? Diac деген. Ойынға арналған монитор бұл. Әдемі картинаны бұл жақта көре алмайсың ше, тек атысқа арналған мойындау керек. Мынаның картинасы әдемі, мынаның енді ойынға. Екінші монитор бұл, білесіңдер, бұрынғы монитор Asus 24-5 дюйм. Бұл жақта 240 Гц. Негізі бұны чатқа қолданам, көбінесе керек болған сәтте осылайынан вертикалды түрде қойып қоясың, және чатты оқып отырасың. Бірақ көбінесе мен қолданбаймын екінші мониторды, өйткені бір компьютермен стрим жасағаннан кейін өте ауыр болады. Қанша сенің компьютерің мықты болғанымен де екі мониторды қолданған негізі стрим жасап ойын ойнағанға біраз FPS-ті жейді. Ыңғайсыз. Сол себептен мен телефонды қолданам чатты оқуға. Ал телефоным менің мынандай подставкада тұрады. Мынандай подставка дей салайық. Мынау бізде Leo Messi, Leo KZ, Leo Messiдің карточкасы, телефон осылай тұрады, және чатта осылай оқып отырам. Келесі девайс бұл бізде наушник. Бұл да Logitech компаниясыныкы Logitech G Pro X Lightspeed 2 деп аталады. Өте ыңғайлы. Қазіргі киберспорт индустриясындағы ең танымал наушниктердің бірі. Ойынға да, өлең тыңдауға да, кино қарауға да өте ыңғайлы да. Стримде отырасың, сосын әжетханаға барғың келіп қалады, сымды былай суырып жүрмейсің да, тұрдың барлығын естіп отырасың, Discord'тан біреу сен жамандап жатса, кетіп қалды деп ше. Екінші наушник бар менде, жақын арада сатып алған. Бұл бізде Simgot E6 500 деп аталады. Ана киберспортсмендер Counter-Strike'тан турнирді қараған кезде осылай наушникті киеді, сыртынан дауысты естіткізбейтін еді, шумоподавление затты киіп алады. Бұны алған себебім, мынандай наушниктерден бастың мына жерінде ортасында яма болады. Сол яма үнемі шашың май болады, мына жерде яма болады, соны кетіру мақсатында сатып алдым былайша айтқанда. Келесі девайс бұл бізде звуковая карта. Ондайдың менде екеуі бар. Бұл микрофонға жалғанады XLR шнуры арқылы. Мен мынау Focusrite-ты қолданам. Бұл Focusrite, қателеспесем, Solo не деп аталатын еді аты. Былайша айтқанда үшінші поколение Focusrite-тың. Мынау астындағы Steinberg, бұл да звуковая карта. Бұны мен аса бір қатты қолданбаймын. Бұны бізде Paragon Event студиясы берген. Келесі тағы да бір лампа. Бұл өте мықты лампа дейді, негізі бағасы әжептәуір тұрады ғой, білесің бе сен? Видео көрсің бе? Көптеген настройкалар бар, міне бұрап бір турласаң болады ше, бірақ мен свет жағынан ешнәрсені шарит етпеймін. Біздікі тек сол өшіреміз, қосамыз. Аты міне Amaran P60X. Келесі бізде кронштейн, мониторға арналған. Ең өкінбейтін сатып алған заттарымның бірі дәл осы кронштейн. Оған дейін мынау
монитормен ойнадым, мен табанын қарашы, жаман кедергі жасайды ойнауға ше, былайдан кейіннен және отырған кезде, сол үшін осыны сатып алдым. Және мониторымды кез келген жаққа көтеріп, жатқызып, ары бері айналдыра бересіз. Арзан, Еще арзан, иә. Келесі девайс бұл бізде веб-камера. Бұл девайс бірнеше бөлменің обзорына түсті жалпы шолуына. Бұл ең бірінші сатып алған девайстардың бірі, әлі де қызмет етіп келе жатыр. Full HD-да түсіреді, 60 FPS бар. Міндетті түрде стример болғандықтан сенің бөлмеңде 5 литрлі су болу қажет ішуге. Және мынау бізде қоқыс тастайтын жәшік. Зато Apple-дікі, достар. Және соңында осы бөлмеде үстелдің үстінде қалған кружка, су ішетін PUBG ойынынікі. Дәл осы ойынмен кезінде прайм дәрежеге жеткенмін мен. Неше? Не? Салфетка ше? Нәкті тұр. Көп алапсың ғой. Салфетка. Тамақ жеймін ғой мен компьютердің алдында. Точно тамақ ба. Иә. Қандай сайттардан кейс ашуды білмей жүрсеңдер, сендерге Skin Club сайтын ұсынам. Сайтта көптеген режимдер бар, апгрейд жүйесі, батл ойнасаңдар болады, күнделікті тегін кейстарды ашсаңдар болады, тағысын тағы. Мысалы 70-ші левелға мен жеткенмін, менде 74-ші левел, мен соның кейсін ашып көрейік, және одан бір бесплатны маған зат түседі. Және бүгін менің жолым болған жоқ, енді көк зат түсті. Factory New бұл $43 тегін маған келді. Сайтта барлығы әділ, қауіпсіз, мүлдем қорықпаңыздар. Әрбір ашатын кейстердің ішінде түсетін скиндардың бұл жерде пайыздары көрсетіліп отырады. Мысалы, бір кейсті ашып көрейік, Break Room кейс деп аталады екен, $11 тұрады. Ой, бізге P90 Asimov Factory New түсті, $65.84 дейді. Сайттан түскен скиндарды Steamға жылдам түрде шығарып алуға болады. Және толықтыру кезінде Leo KZ деген промокодты жазуды ұмытпаңдар, ол 7% бонус береді. Барлықтарыңа сәттілік. Келесі бізде системный блок үстелдің астында орналасқан. Бұл системный блоктың өзінің видеосы бар. Қазір экранның жоғарысынан шығады подсказка, немесе осы системный блоктың характеристикаларын экранға шығарып қоямын. Паузаға қойып көріп алсаңдар болады. Әрмен қарай бөлмеге көшейік. Ілгіштер бұл жерде сол сыртқа киетін шмоттар ғой, былайша айтқанда. Ішінде көрсететін қызықты шмоттардан не бар? Легенда футболка, Токио, өлмейтін футболка, PGL Астананың формасы. Бұны бір подписчик маған сыйлаған Астанада. Келесі тағы да сондай футболка. Көбінесе футболкалар менде не ғой? Мысалы, Алматы, Астанада ойын жағынан ивенттер өткен кезде барасың, сол жақтан сондай футболкаларды аласың. Мына үлкен енді көптеген футболкалардың размерін бермейді. Біреу болғанда барлығы сиятын еді. Енді білмеймін, біреулерге сыйлыққа беретін шығарым бұларды. Тоже сол PGL Астанадағы екі футболка, біреуінде, так, мінекей, Джеймс Бэнкс комментатор жүргізушінің қолы бар. Екіншісі сіздердің сүйікті актрисаларыңыз күнде қарайтын, соның қолы бар екі футболка. Team Spirit'тің джерсиі маған кішкентай болып қалды негізі. Біреуге сыйлай салу керек. Бұны да Logitech біздің серіктесіміз. Және соңында көрсететін бір шмот бар. Бұл футболка емес. Бұны да сол ивенттен алғанмын. Бұл шмотты енді қалада киіп жүру сәл опаснылау. Өйткені бутылкаға отырғызып кетуі мүмкін. Так что Дота ғой, Дота. Бұны опасен негізі. Келесі мына жерде бізде қораптың атын айтпақ қойын, көріп тұрсыздар ғой, бұның ішінде кір киімдер жатады. Өйткені кір ақшалар. Қалай? Жорстко айттым ба? Әрмен қарай бұрышта тоже бұрынғы заттар, компьютердің корпусы, ана жерде лампа, штативтер. Қазір қолданбаймын бұл заттарды. Терезенің алдында мынау Стамбулға барған кезде 2019 жылы көшенің суретшісіне жаздыртып алғам 100 мың подписчик болған кезде деп. Және осы жылы жеттік біз наурыз айында 100 мыңға. Мынау бізде үшінші монитор, 60 Гц. Оны да кезінде алған PlayStation сатып алған кезде FIFA ойнайтын ем, турнирларға қатысатын ем, егер білетіндер болса. Келесі бізде соң қалған шкаф. Совет үкіметінен келе жатқан шкаф қой. Менің үйім емес как-то. Ішінде біраз заттар бар. Көрсететін заттардан әдеттегідей тиындар 100-200 теңгеліктер. Алдағы уақытта қандай видео шығатын примерно түсініп тұрған шығарсыңдар, иә. Клавиатураның кейкабы. Ана жерде түрлі түсті заттарды, егер маған ұнамайды, мен өмірді ақ қара түсті көрем, сондай деп ондай адам болсаңдар, осындай сұр түсті, жалпы ақ сұр түсінде ауыстырып қойсаңдар болады клавиатураны. Тағы да тиындар. Жалпы біздің үйде тиындардан артық нәрсе жоқ. Мынау бізде лампа, кезінде алғам, артта тұрады, декорацияға жақсы. Мына екеуінің білесіз бе, қайсысы қымбат, астына?
Үсті қымбат. иә. Мынау 4 мың ба теңге тұрады, мынаусы 12 мың ба теңге тұрады. Алған кезде бірінші рет таң қалғам. Теннис ойнаймын мен айтпақшы. Үстел теннисін, ракетка қымбат емес, но бірақ пока что ойнай тұруға болады. Өте қатты жақсы көремін, менің хоббиларымның бірі. Және жақсы көрген бұл құрт емес, настольный теннистің шариктері мынаның ішінде аз қалған негізі. Қанша? 5 ма? Мына жерде тағы да шариктер бар. Бұның ішінде 3. Сондай не ғой? Люкс версиясындағы шариктер деген сияқты ше. Өте қатты жақсы көремін. Футбол, настольный теннис деген сияқты хоббиларым бар. Тағы айтатын заттардан техника, Action 5 Pro, Action камера. Бұны да бір жігіт стримда үлкен донат салып жүрген, сол PGL Астанаға баратын кезде камера керек еді дегенде аты есімнен шығып тұр. Егер көріп отырсаң видеоны, тағы да бір үлкен рахмет. Осы компанияға енді сөз жоқ Қазақстанда. Стримерлерді, блогерлерді қолдау білдіретін девайстар салып жіберетін компаниялардың бірі. Мына жерде енді гигиеналық заттар, мына жерде канцеляр, бұлар маңызды емес шығар. Мына жерде бізде микрофондар бар айтпақшы, 2. Мынау кезіндегі микрофон негізі істейді. Тек астындағы шнуры кетіп қалған. Сосын HyperX-тің осында 2 микрофон бар. Жалпы біраз девайстарды сатамын мен, ескі девайстарды ше. Осы девайстардың бағасы, суретін Телеграмға салам. Егер керек болса сол жаққа өтіп алсаңдар болады арзан бағада. Мынау бұрынғы коврик, Logitech G640 барлығы сау. Просто мен жаңа девайстарды алдым, және ескілерін қазір сату керек. Мынау бізде мониторды сүртетін ваталар дейді ма, мақталар. Астына Иә, мына үтік input lag кезінде болған кезде сатып алғам, шынымен де кетіретін шығар деп. Input lag негізі бар менің ойымша. Өйткені Counter-Strike'ты ойнаған кезде стримде ылғай айтамын деп, бір матчты ойнап жатасың, мышкаң басқаша қозғалады. Екінші матчта бір тас байланып тұрған сияқты. 1-2 медаль бар. Бұл футболдан жарыстарға барып, осылай бірінші орын алып қайтатын кездер. Неге? Медальдары біраз болды ма? Иә, 1 жылда болып қалды деймін. Сосын не бар? Қораптар. Мынау қазіргі мышкамның қорабы. Мынау Logitech G Pro Superlight'тың бірінші версиясы. Барлығы жұмыс жасайды, барлығы сатылады негізі. Телеграмға салам. Екеуінде не разница негізі? Анау сәл жеңілірек, ортасы жақсы айналады. Мынаның үші астын ауыстырған мен. Glide дей ма? Астын қарай көрдің бе? Print Stream деген не бар ғой? Skin, вот сондай стильде. Мені турнирларға шақырған бейджектер үшін турнир. Мынау MPL, мынау бізде ACG 2023, мынау Аламан Fest, білмеймін қай жылы болғанын, Аламан Mobile Fest, мынау бізде PGL Астана ең мықтысы ішіндегі. Мынау кезінде Түркістанда өткен Travel Fest, комментатор болып. Осындай көп жерлерде бейджекті тастап кетемше есінен шығып. Жинағанда дұрыс шығар, болашақта балдарың. Иә, болашақта балдарыңға көрсетесің да, міне осылай әкең біраз жерге барған деп. Тағы көрсететін заттардан мынау менде көзілдірік. Бұл компьютерге арналған, ешқандай зрениеңкі емес. Тағы да бір очки бар. Бұл очки Рамазандікі, білмеймін қымбат па тұрады, бір жерден аған бір мәрте жүрген кезде машинасынан алғам. Ол өзі берді маған, сол күйі сұраған жоқ. Жоғалтып алдым деп ойлап жүрген шығар. Есінше айтпаңдар Рамазанға. Менде деп тұра берсін. Так, мынау менің сағатым Casio компаниясынікі. Қымбат тұрмайды негізі. 50 мың теңге сағат норм ба или стрёмно ма? Және мынау соңғы зат. Бұның ішінде не бар деп ойлайсың? Примерно ойлаш. Ақша бар сияқты, заначка бар. Дәл таптым, тағы да тиындар. Бұл жақта бірақ тиындар қара. Андай ғой, әртүрлі тиындар. Орыстың рублі, коллекционер. Тиындардың коллекциясын жинап жатырмын. Әрқайсынан бір-бір данадан. Мүмкін болашақта сәл қымбат болады шығар, дегенмен де жинаған ұнайды. Айтпақшы, сен жаңа 1000 теңгені көрдің бе? Менде бар, қазір көрсетемін саған. Егер көрмегендер болса, қазір наличкемен жүруге тура келді ғой менің. Банк счеттарының барлығы аресте ғой. Мынандай қараңдар, 1000 теңге. Қалай чат сендерге? Қазіргі 1000 теңгені көрмегендер болса, көрсете салайық жай ғана видеоға. Мына жалпы екі ақшада ұнап тұрған жоқ ше, маған шын айтайын. 1000 теңге бір Ресейдің ақшасы сияқты, 2000 теңге бір Өзбекстан ақшасы сияқты. Келіссеңдер, лайк қойыңдар видеоға. Және соңында мынау шкафтың астында да тағы да заттар. Бұның ішінде сол коробкалар, клавиатуралар,
наушниктер, мышкалар біраз жатыр. Көбісі сол бұрынғы менің пайдаланған девайстарым. Барлық девайстар сол Telegram каналға салатын боламын. Жалпы осы арманымдағы девайстарымның барлығын сатып алдым. Енді біраз негізі заттар менің жоспарымда бар, бірақ оларды әлі сатып алу ерте. Өйткені квартира менікі емес, көптеген заттарды орната алмаймын. Ертең оны көшкен кезде де біраз қиындықтарды туғызады. Енді ол өзімнің квартирам болған кезде мүмкін алармын, әлі де дамытамыз бөлмені, және ол күндерде мүмкін алыс емес шығар. Видео ұнады деген ойдамын. Сендермен бірге болған Leo KZ. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңдар.